Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен биология пәнінің мұғалімімін. Бүгін мен жасанды интеллект көмегімен өз кәсіби қызметімдегі рутиналық жұмысты қалай оңтайландырғаным туралы тәжірибемен бөлісемін. Биология сабағында әр тақырыпқа сәйкес оқушылардың деңгейіне сай мәтін, тапсырма және сұрақтар дайындау көп уақытты талап етеді. Әсіресе бір тақырыпты әртүрлі деңгейде түсіндіру мұғалім үшін рутиналық әрі уақытты көп алатын жұмыс болып табылады. Платформасымен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетейін. Дефит жасанды платформасын пайдаланбас бұрын ChatGPT платформасын ашып аласыздар және ол жерге өзіңізге керекті сабақтың тақырыбын жазасыздар. Яғни қандай тақырыпқа сізге тапсырма керек. Ол жерге мысалы мен жазам 7-ші сынып жасушасының құрылысы тақырыбына маған толық мәтін жазып берші. Яғни промпт жіберем. Осыған байланысты маған ChatGPT барлық тапсырмаларды толық жазып береді. Мен осыны алып копировать етіп Defeat for Teachers платформасын ашамын. Алдын ала сіздер тіркеліп аласыздар. Регистрация жасайсыздар, тіркелесіздер, сосын сіздерге платформа ашылады. Тіркелгеннен кейін мен жаңағы ChatGPT-ға жазған тақырыбымды, толық мәтінімді әкеп осы жерге вставить етемін. Мына жерден тілді таңдаймын, қазақ тіліне ауыстырып аламын, сыныпты таңдаймын, 7-ші сынып және жіберемін. Яғни тапсырма жасалып жатыр процесте. Міне, бізде барлық тапсырмалар шықты. Бұл нәтижесінде бұрын мен 30-40 минутқа кететін жұмысым 10 минуттың ішінде дайын болдым. Бұл жерде тақырыпты енгізіп алғаннан кейін жасанды интеллект бірнеше секундтың ішінде бізге тақырыпқа сәйкес келетін қысқартылған мәтін жазып берді. Баланың аты жөнін, күнін жазуға болады. Негізгі ұғымдарға арналған сұрақтар берді. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға бағытталған тапсырмалар ұсынды. Бұл материалдарды мен сабақтың бекіту кезінде де үй жұмысына да бере аламын, қолдануға болады. Міне жасанды интеллектінің ең бізге пайдалы тұстары осы. Бірнеше уақытты алатын тапсырмалар қазір мұғалімнің жұмысын жеңілдететін тиімді құрал екенін көрсетті.